бәрібір сіз подсознательный уровеньде оған қарыз болып қаласыз. По-любому қарыз болып қаласыз. Мысалы маркетингте мындай нәрсе бар, кейде байқайсыздар ма? Бір супермаркетке кірген кезде, үлкен торговый центрларға кірген кезде алдыңыздан бір жас қыздар, жас жігіттер атып шығады да, мысалға бір кішкентай бір подарочный бір нәрсені береді деген нәрсе. Маркетинг деген нәрсені арнайы сонда психологияның ғалымдарымен копирайтинг деген нәрсе бар, офер деген нәрсе бар маркетингте. Осының барлығы сіздің подсознаниеңіздің қалай жұмыс жасайтындығын қазіргі маркетингте саудада зерттеп жасаған. Сондықтан кейде бола ма, зерттеп жүрмейді. Дүкенде постоянно бағасын зерттеп жүрмейді. Сенің арзан беріп жүрмейді. Сіз бір ай бұрын барғаныңызды білмейді. Көрген жоқ, ол жерге барған жоқ. Потому что оның назары одан болған жоқ. Сондықтан адам назары неге тек қана соны көреді. Ана жерде назар ана жерге барды ма, и подсознаниясында мана адамда ол копирайт